Сәлем достар, осы видеода One Piece анимесінің 382 сериясынан бастап 407 серияға дейін, яғни Архипелаг Саубоди деген аркасын қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларда жіберіп алған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Мугиваралар локпосттың бағыты мен сапарларын жалғастырады. Брук кемеден барлық сапарлары жазылған журналды тауып алады. Бір уақытша Калмбелтке келіп жетеді. Фрэнки ескектің көмегімен Калмбелттен шығуға ұсыныс жасайды. Бірақ Нами бұның бәрі уақытша екендігін түсіндіреді. Брук осындай ахуевші командаға лайықпын ба вообще деп уайымдай бастайды да Санжиға ыдыс-аяқпен сәтсіз көмегін тигізеді. Сосын Намиға шай әкеліп, абайсызда салып отырған картасын құртып алады. Палубаға шығып, Усоп пен Фрэнкидің жаңа пушканы тексеріп жатқанын көреді де, көмектеспекші болып, жандырғыш коланың орнына сояны құйып жібергендіктен пушка жарылып кетеді. Сол себепті Брук тек мешать етіп жүргеніне уайымдай бастайды, ал Луфи тек қана мәз болып отырады. Тренировка жасап жатқан Зороны тауып алады да, сонымен бірге медитация жасауға отырып, тупой сұрақтары мен Зороның заибалын шығарып жібереді. Брук кәдімгідей депрессияға ұшырай бастағанда, Робин оны командаға қабылдаған болса, ештемені уайымдамай еркін жүру керек екендігін түсіндіреді де, Мугиваралар өзі үшін CP9-дықтарға қарсы шыққанын айтып береді. Нәтижесінде Бруктың уайымы басылып, теңіздің ағымы оралады да, кешке Брук команданың көңіл күйін көтеру, өзінің міндеті екендігін түсініп, скрипкасымен ойнай бастайды. Сакабинца әнін ойнап, Лабунмен кездесуді армандап тұрады. Әулие жер Мериджо. Бас қолбашы Бартоломеу Кумаға Мугиваралықтардың қашып кеткеніне жол бергені үшін ұрсып тұрады. Гард болса қарқылдап күліп Сенгокуға Мугиваралықтардың Шичибукайды жеңгендеріне мақтанатын адамдар емес екендігін түсіндіріп, одан да шай ішуге ұсыныс жасайды. Мугиваралықтар балық адамдар аралына қарай жүзулерін жалғастырады. Ей, Нами, балық адамдар аралына көп жүземіз бе әлі? Жоға, жетіп қалдық. Көтпеген жерден ауа райы бұзылып, теңізде дафига жылантектес толқындар пайда болады. Зоро мен қалғандары толқындарды тоқтатып көрмекші болады, бірақ толқындар тіпті Мугиваралықтар үшін де слишком дафига. Брук болса, өлетін болсақ, әндетіп өлуге ұсыныс жасап, Брукты көтеріп жібермекші болады. Алайда әндетіп үлгермей, кеменің астында толқын пайда болады да, Мугиваралықтар толқынның үстімен жүзіп, Нитроның көмегімен толқындардан шығып кетеді. Red Line деп аталатын жердің бүкіл экваторын бөліп тұрған тауға жеткенде Луфи жарты жолдың аяқталғанын және тағы бір рет осы тауға жеткен уақытта уже пираттардың патшасы болатындығын айтады. Зоро тренировкасын қиындатып жатып, Бартоломеу Кумаға қарсы шыққанда ештеме істей алмай қалғанын есіне түсіріп тұрады да, өзі әлі күнге шейін әлсіз болғандықтан мықтырақ болуға шешім қабылдайды. Луфи, Робин және Брук подлодка мен теңіздің астында балық адамдар аралына жолды іздеп жүреді. Фрэнки оларға тағы төменге түсетін болса, яғни 5000 метрден төмен түсетін болса, судың қысымы подлодканы сындырып тастайтынын ескертеді. Ал оларды үлкен су асты құбыжығы байқап қалады. Брук тағы бір рет Намидің тұрсыйының цветін сұрайды, ал Нами мен Санжи болса жағдайлары тура аспан аралындағы сияқты, яғни қайда жүзетіндерін білсе де қалай жүзетіндері белгісіз екендерін түсінеді. Луфилар судың бетіне шығады, су асты құбыжығы да бірге шығып, шабуыл жасай бастайды. Бірақ фруктовиктардың су астындағы мен су бетіндегі күштері жер мен көк болғандықтан, Луфи резеңкелі соққысымен құбыжықты чаттан шығарып жібереді. Оның соққысы жойқын болғаны соншалық құбыжықтың ішінен русалкамен сөйлейтін жұлдыз ұшып шығады. Осы русалкаға не үшін қызығады? Ол белден төмен қарай балық қой шешесі. Бірақ Санжиға похуй. Мә, не деген көп адамдар, мында не істеп жүрсіңдер? Русалка Санжидің үстіне құлайды, ал Санжи бұған тек риза. Кенеттен ол бабуля Коккараны есіне түсіреді де, русалкалардың қандай болуы мүмкін екендігіне көңілі түсіп қалады. Усоп өмірлерінде бірінші рет русалка көріп тұрғандай түр жасауға ұсыныс жасайды. Луфи да бабуля Коккараны есіне түсіріп бір түрлі болып қалады. Кішкене
кішкене сөйлескен соң сөйлейтін жұлдыз өзін Папок деп таныстырып, Кеймидің ұстазы екендігін айтады. Кейми Папоктың балық адамдар аралында өте танымал дизайнер екендігін қосады. Сосын Кейми Хачи деген досына қоңырау шалып, оның Кеймиларды іздеп жүріп проблемаға түсіп қалғанын естігенде, Нами оның досына көмектесе алатындарын, яғни өзі емес, командасы көмектесе алатындарын айтады. Есесіне сен бізге балық адамдар аралына жетуге көмектесесің. Ал Луфиді Кеймидің досы иеленетін Такаяки мейрамханасы қатты қызықтырып жібереді. Папок олардың архипелаг Саободидан 5 километр қашықтықта орналасқан 44-ші рощада деген болжам жасайды. Кейми балықтарды шақырады да, балықтар келіп, Мугивараларға қай бағытта жүзу керектігін көрсетеді. Луфи Кеймидің қолынан келетін нәрсеге тәнті. Жолда Папок русалка мен балық адамдар саудасы бұл жерде қатты дамып кеткендігін түсіндіреді. Ал Хачи болса Кеймилар біраз уақыттан бері байланысқа шықпағандықтан, құл базарына түсіп кетпесін деп көмектесуге Макура бандасына барып қолға түсті деген болжамын айтады. Негізі Хачи оларды оп-оңай жеңе алушы еді, бірақ оларға летучий всадниктар қосылып алған екен. Олардың Дуаль есімді бастықтары үнемі темір маска тағып біреуді іздеп жүреді екен. Балықтар Кеймиға ары қарай жүзген қауіпті екендігін баяндағанда, Луфи шайқасқа дайындалады. Летучий всадниктар шабуылға шығады да Кейминың жанынан ұшып өтіп, жолдары сәтті болғандарын айтады. Себебі олар русалкамен қоса көптен бері іздеп жүрген мугиваралықтарды да тауып алды. Бірнеше бомба лақтырып, мугиваралықтар бомбаларды қиналмастан тоқтатады. Дуаль оларды өздерінің уақытша базаларына ертіп келуге бұйырады. Ұшатын балықтар всадниктарының базасы. Мен міндетті түрде кегімді аламын. Ал Макура бандасы ода барып кел шауып кел рөлін атқарады екен. Ол көптен бері іздеп жүрген мугиваралықтар командасындағы бір адамнан кегін қайтарғысы келіп жүр екен. Мәшішім, мына пәл екен ғой. Хачи Такаякилары мен Макура бандасының мүшелерін сатып алып көрмекші болып, ойлағаны іске аспай қалады. Мугиваралықтар базаға жақындап қалады. Хачи Намилардан ұялып, өзін танып қоймау үшін 8 аяқтар шаша алатын қара сияға боянып алады. Кеймилар бәрібір Хачиді танып, турасынан шабуылға шықпақшы болады. Бірақ Усо бұның тұзақ екендігі айдан анық қо дегенде, Кеймилар бұндай керемет болжамға в ахуе болып қалады. Зоро мен Нами Хачидің дауысы мен силуэті таныс екендігін байқайды. Санжи болса Арлонгтың жағдайы қалай деп сұрағанда, Хачи абайсызда оның дозорға ұсталып қалғандығын айтып қалғанда, Луфи да Хачиді танып қояды. Сосын бізге Арлонгтың Намидің ауылын басып алып, оны Луфилар құтқарған кішкене флешбектер көрсетеді. Русалочка болса Хачи олардың ескі достары екен деп ойлап қалғанда, Зоро оның ескі жаулары екендігін түсіндіреді. Кейми мен Папок өздері оны құтқарып көрмекші болады да, сол сәтте қолға түсіп қалады. Нами Хачидің русалкаға көмектескісі келіп тұрғанын байқайды да, Хачидің қазір жақсы жаққа өткенін түсініп, оған көмектесуге болатынын айтады. Луфи келіседі, бірақ оның негізгі мақсаты Такаяки. Луфи резеңкелі қабілетімен сол сәтте Кейми мен Папокты құтқарып алады да Зороға клетка мен арқанды үзіп тастауын өтінеді. Ұшатын балықтар всадниктары шабуылға шыққанда, Луфи қолын созып бір ұшатын балыққа мініп алады. Бастықтары суға сүңгуге бұйрық бергенде, Брук пен Чоппер Луфидің батып кететінін түсініп артынан секіреді де, барлығы бірге бата бастайды. Фрэнки мен Нами оларды құтқарып алады. Зоро семсермен Хачиді босатып алады. Ал Хачи сол сәтте Макура бандасын чаттан шығарып жібереді. Зоро Хачиді бір летучий всадниктан құтқарып қалады. От души, братан, шынымен де бұрынғы жағдайлар үшін қатты өкінем. Не нәрсеге өкінесің? Хачи оны өзінің 6 семсерлі стилімен жаралағаны үшін екендігін айтқанда, Зоро ашуланып, Хачидің тыртықта қалдырмағанын түсіндіреді. Ұшатын всадниктар шабуылдарын жалғастырады. Луфи мен Санжи біреуін айырып жібереді. Брук командамен алғашқы шайқаста өнерін көрсететіндігін айтады да жоғарыға секіріп, музыкасымен бірнешеуін ұйықтатып тастайды. Сосын судың бетімен жүгіріп, всадниктарды чаттан шығара бастайды. Луфи кәш енгісі келіп кетіп, ұйықтап қалған всадникқа мінгесіп алады да, абайсызда бір үйшікке қадалып, тура бастықтың бөлмесіне құлайды. Дуаль болса маскасын киіп алады. Брук шаршап қалады. Қалған мугиваралықтар да шайқасқа қатысады. Кенеттен ар жақта бір дәу бұқа маңайын қиратып келе жатады да, бұқадан қашып келген Луфи және Луфиді қуалап келген бұқаның үстінде отырған Дуаль келеді де, бүгінгі күн тамаша екендігін айтады. Наконец-то таптым ғой сені, пидағас. Кенет
Кенеттен ол іздеп жүрген адам Черная нога Санжи екен. Санжи бұның кім болуы мүмкін екенін мүлдем түсінбей тұрады. Дуаль 3 минуттан кейін өлетін Скорпионның уы қосылған оқтармен соққы жібереді. Луфи болса Дуальдың маскасын шешіп қалған уақытта Нами мен қалғандары в ахуе болып қалады. Фрэнкидің тіпті көңілі босап кетеді. Сені табу өте қиын болды, себебі тіпті листовканың өзінде сен өзіңе ұқсамайсың. Бірақ бүгін мен өмірімді қайтарам, Черная нога Санжи. Мен сені ұстап алып дозорныйларға тапсырамын да саған мүлдем ұқсамайтындығымды дәлелдеймін. Прикол. Санжиға да листовка ұнамағандықтан шатыры тая бастайды. Дуаль өзінің қарапайым өмірінен қалай айырылып қалғандығы туралы айтып береді. Бұрын ода өзінің кішігірім бандасы болған екен. Ол өз ауылында спокойно адамдарға қысым көрсетіп жүріп, бандиттік өмір сүріп жүргенде, кенеттен Черная нога Санжи деген пираттың басына 77 миллион тігілгендігі туралы листовка келеді де, оның артынан дозорныйлар келгендіктен оған қашуға тура келіпті. Сол себепті ол маска тағып жүруге мәжбүр екен. Және сол үшін ол Санжидан кегін алып, дозорныйға тапсырмақшы. Санжи қиналмастан оның соққыларын өткізіп тұрады, бірақ Дуаль достарының көмегіне жүгінеді де, ұшатын всадниктар темір тормен Санжиді судың астына алып кетеді. Мугиваралықтар уайымдай бастайды, ал Папок әлемдегі ең жылдам балық, ол русалка екендігін айтады да, Хачидің жылдамдығы жетпейтін болса да, Кейми оларды оп-оңай қуып жететіндерін түсіндіреді. Көтпеген жерден кеменің үстінде үлкен якер пайда болады да, кеменің үстіне құлаған соңғы сәтте Фрэнки экстренный уклоненияны қолданып, Саузен Санидің басы айналып, кеме соққыдан аман қалады. Усоп Фрэнкидің инженерлік талантына таңғалып, кеменің басына отырады да, пушканы базаға қарай бағыттап, Саузен Санидің тек қорғанып қана қалмайтынын көрсетеді де, Дуальдың базасын қиратып тастайды. Осы уақытта Кейми Санжиді ұшатын всадниктардан құтқарып үлгереді, ал Санжидің бақыттан басы айналып жатады. Дуаль астындағы бұқаның күшін қолданбақшы болғанда, Луфи оны өз мойнына алатындығын айтады да, дым қиналмастан оны тоқтатып, бұқа, не өзің кетесің, не талдырып тастайын. Бұқа болса алдындағы адамның дәрежесі әлде қайда жоғары екендігін түсініп, қашып бара жатып талып қалады. Мугиваралықтар болса бұл көріністі кішкене түсінбей қалады. Дуаль жеңілмейтінін айтқанда, оны өз мойнына Санжи алады да, бұл түрді көргісі келмейтінін айтып, Даульдың бетіне тебісімен пластиковый операция жасап тастайды. Нәтижесінде Санжидің тебісінен кейін Дуальдың түрі өзгеріп кетеді. Әрімен Мугиваралықтар кемеде такаяки опырып отырады. Кеймидің айтуы бойынша бұл әлемдегі ең дәмді такаяки. Луфи растайды. Хачи тамағы ұнап жатқанына риза болып, Намидан да ұнады ма деп сұрайды. Нами болса такаяки үшін кешірмейтінін айтады да, бірақ шынымен де такаякидің дәмді екендігін растайды. Кенеттен Дуаль оларды қуып жетіп алады да, түрін өзгертіп бергені үшін алғыс айтып, жол көрсетуші ретінде көмегін ұсынады. Санжи көмектен бас тартқандықтан, ол өзінің улиткафонының нөмірін береді де, өзінің бандасымен қайтып бара жатып, кез келген уақытта қоңырау шалыңдар деп кетеді. Луфи тойып алады, ал Папок балық адамдар аралы 10.000 метр тереңдікте орналасқандығы туралы ақпарат лақтырады. В общем, онда баруға екі жол бар. Біріншісі, теңіз дозорныйларынан рұқсат алу, бірақ Мугиваралықтар пират болғандықтан бұл мүмкін емес. Екіншісі, су асты арқылы, яғни теңіз дозорныйларының штабының астында жол бар екен. Бірақ кеме ол жерден сүңгіп өту үшін кемені арнайы покрытиямен жабу керек. Сол үшін олар архипелаг Саободиға келеді. Луфиға бұл жер ұнайды, Робин Локпосттың бағыты өзгеріп кетуі мүмкін деп уайымдай бастайды. Хачи болса бұл жер арал емес, тек үлкен ағаштар екендігін түсіндіреді. Бұл жер әрбір ағаш нөмірленген 79 ағаштан тұрады екен. Барлық ағаштар көпірмен біріккен. Хачи адасып кетпеу үшін қай жерде тоқтаған ағаштың нөмірін жаттап алу керектігін айтады. Бәрібір адасып кететін адам бар негізі. Не керек нахуй? Луфи айналаны тамашалай бастайды, ал Робин жердің бәрібір жабыспақ сұйықтыққа толы екендігін байқайды. Луфи лунапартты байқап қалып, сонда барғысы келетінін айтқанда, аяғының астындағы көпіршік жарылып құлап түседі. Кейми оның жағдайын уайымдай бастағанда, Санжи оның резеңке екендігін айтып, уайымдаудың қажеті жоқ екендігін түсіндіреді. Хачи кемені покрытиямен жабдықтайтын керекті шеберді танитындығын айтып, балық адамдар аралына тек солай ғана жетуге болатынын түсіндіреді. Алайда жолға шығар алдында бәрінен Тени Рюбитаға саусақтарының ұшын да тигізбейтіндері туралы уәде алып алады. Олар жергілікті ақсүйектер. Олар тіпті көздерінше адам өлтіріп жатса да, көрмегендей түр жасаулары керек. Еш
ештемені байқамай өз беттеріңмен жүре беріңдер, главное. Фрэнки мен Усоп колалық запасты толтырып отырады. Зоро серуендеп қайтуды шешкенде, Усоп пен Санжи оның адасып кететініне уайымдай бастайды. Зоро болса әр ағаштан нөмір жазылғандықтан бұл жерде адасып кету мүмкін емес екендігін айтқанда, Усоп оның тапқырлығына тәнті болып қалады. Зоро тоқтаған жерлері нөмір 1-ші ағаш екендігін жаттап алады да сенімді түрмен серуендеуге аттанады. Кенеттен ол 1-ші емес 41-ші нөмір екен. Архипелаг Саубодида кетіп бара жатып, Хачи бұл жер Гранд Лайнның қақ ортасында орналасқандықтан бұл жердегілер де дозорныйлар да өте мықты екендігін ескертеді. Луфи болса Хачидан шекесінде чоза жарақат деп сұрағанда, Хачи «Қумаш, братан, белгіні жасырып қойдым ғой просто» деп жауап береді. Луфи пузырьдың ішіне кіріп көреді, сосын олар жергілікті жүру құралын арендовать етеді. Луфиға қатты ұнап қалғандықтан біреуін арендаға емес, удай ақшаға сатып алмақшы болады. Алайда Хачи бұл алаяқтық екендігін айтып, не үшін сатып алуға болмайтындығын түсіндіреді. Бірнеше велопузырларды арендаға алған соң Хачи бұл пузырлар тек осы жердің ерекше климатының арқасында ғана жұмыс істейтіндігін түсіндіреді. Кейми балық адамдар аралында да осындай пузырлар бар екендігін қосады. Сувенирлар сатып алып, бұл жерде қонақ үйлердің қалай тұрғызылатындығын көреді. Нами мен Робин бөлек дүкен аралауға кетеді, ал Луфи мен Хачи жарысып, қалғандары 31-ші рощаға аттанады. Жолда бір NPC-дің қашып жүргенін көріп қалады. Ол енді пират болғысы келмейтінін айтып, бостандықты тілеп жүреді. Маған енді новый мир нахуй керек емес. Күтіп отырған бала-шағам бар деп айтып жатқанда, мойнындағы кісені жарылып кетеді. Хачи оның Тени Рюбиталардың құлдарының біреуі екендігін түсіндіреді. Әрбір құлдың мойнында кісен бар екен. Құл қашатын болса, сол кісен жарылып кетеді екен. Тени Рюбиталар тәккапар болғаны соншалық қарапайым адамдармен бір ауамен демалмау үшін арнайы пузырь тағып жүреді екен. Хачи Луфиға тізерлеуге көмектескен соң Тени Рюбита келеді де өлім аузында жатқан құлына келіп, балағат сөздер айтқан соң атып өлтіріп тастайды. Луфи оған көмектескісі келеді, бірақ оны Хачи тоқтатып қалады. Сосын Тени Рюбитаға қарсы шыққан кез келген адам 3 адмиралдың біреуінің қаһарына ұшырайтындығын түсіндіреді. Олар пиздес кім соншалықты деген сұраққа Папак жауап береді. 800 жыл бұрын 20 патшадан тұратын бір ұжым теңіз билігін құрған, ал Тени Рюбита солардың ұрпағы екен. Луфилар мұқият тыңдап отырған уақытта оларды жергілікті охотник за головамилар байқап қалады. Алайда Луфилар көтендерін қинамастан ол бандиттарды шашыратып тастайды. Олардың біреуі Кеймиді ұстап алмақшы болғанда, Луфи оны да айырып тастап спокойно сапарларын жалғастырғанда, Луфи олар бұдан да көп болса да оп-оңай айырып тастайтындарын айтады. Охотник за головамилардың біреуінің көзі Кеймиға түседі. Чоппер ұлы шебер осындай жерде тұратындығына таң қалып қалады. Хачи Брукқа карта береді де өздері келіп кемені тастап кеткен 40-шы роща туристарға арналған жер екендігін айтады. 30-шы көңіл көтеретін парк, 60-шыда бүкіл аралшықты бақылап отырған дозорныйлардың штабы орналасқан. Біріншіден 29-шыға дейінгі рощада заңсыздық билеп кеткен екен. Керекті жерге жеткен соң Хачи спокойно барға кіреді де «Қалайсыңдар, Рейли, Шаки?» Шаки қонақтарды қарсы алады да кішкене күте тұруларын өтінеді. Хачимен кездеспегелі 10 жыл болып кеткен екен. Бірнеше NPC пираттарды айырып тастайды да Чопперге прикол ұстап тәтті вата үшін 10 миллион сұрайды. Бірақ сосын прикол ғой деп Хачидің достарынан ақша алмайтындығын айтады. Луфи вице-адмирал Гарптың немересі екендігіне көзін жеткізген соң, бұл жерге олар кемеге покрытие жасау үшін келгендерін түсінеді. Алайда Рейли жарты жыл бұрын шығып кетіп әлі оралмапты. Сол себепті ойын-сауық паркінен іздеңдер дегенде Луфи паркқа баратынына қуанышты болады. Шаки Луфиларға олармен бірге архипелаг Саубодиға басына 100 миллионнан астам ақша тігілген тағы 11 новичок пираттар келгендігін ескертеді. Луфилар Гранд Лайнға кіргенде 7 жолдың біреуін таңдаған болатын. Бұл дегенің тағы 6 жолда солар сияқты пираттар іріктеуден өтіп келді деген сөз. Капитандардың арасында тігілген суммадан Луфи тек 2-ші орында екен. Әрмен бізге бір гангстер пиратты көрсетеді. Вест Блюдің тумасы, огненный танк пираттар командасының капитаны. Жора Абжора, Соус Блюдің тумасы, Бонни командасының капитаны. Официант біреуге соғылып қалғанда пират оны өлтірмекші болады, бірақ оны капитаны тоқтатады. Так, көріп тұрмын, сен, походу, өлесің. Хоукинс пираттарының капитаны 249 миллион белли. Тағы бірнеше капитандар, в
общем, бастылары олар Кит және Трафальгар Ло. Вестблюдің тумасы, сердце пираттарының капитаны. Шаки Луфиларға капитан Кит қарапайым адамдарға шабуыл жасайтын болғандықтан басына 315 миллион белли тігілгендігін түсіндіреді. Короче, қазір аралшықта өте көп танымал новичок пираттар жүр. Бірақ дозорныйлардың қазір шаруалары көп болғандықтан уайымдамай-ақ қоюға болады. Ең бастысы шулатпасаңдар болды. Так, яғни тени рюбиталарға тиіспесек болды ғой, Луфилар паркқа келіп кішкене аттракциондарда кәшенеді. Брукқа жаймен қозғалатын аттракциондар көбірек ұнайды, бірақ мында жаймен жүретін аттракцион жоқ. Русалка кішкентай кезінен бастап аттракционда кәшенгісі келген екен. Көңілі босап, тек өзінің ғана емес, барлық русалкалардың арманы екендігін қосады. В общем, Луфиға алғысы шексіз. Барлығы біраз көңіл көтеріп жүргенде кенеттен бір киініп алған чорт бүкіл түрімен бізге Кеймиді ұрлайтынына намек тастайды. Кенеттен жақын уақыттағы флешбек. Чорт мырза, Луфидің жанында жүрген бір қыздың русалка екендігіне сенімдімін. Кейми құлаған уақытта аяқ жағы көрініп қалған екен. Құрғақ жерде русалканы ұстау мүмкіндігі өмірде тек бір-ақ рет беріледі. Сендерге пайданың 10%-ын беремін. Нәтижесінде ол жақындайды да еш кедергісіз Кеймиді ұрлап кетеді. 24-ші рощада тени рюбитаның біреуі құлдың үстінде баяу қозғалып келе жатады. Сішкі баяу қозғалып келатсың, өте баяу. Дәрігерлердің біреуді құтқарып жатқанын көріп қалғанда, дәрігерлер оған дәл қазір көмектеспесек, тым кеш болып қалатынын түсіндіреді. Тени рюбита болса аяғын көтереді де носилканы бір теуіп, мен оған көмектесемін. Келген новичок пираттар бұның бәрін бақылап тұрады. Семіз чорт болса сексуальный медбикені байқап қалады да, көндірдің, мен сені 13-ші әйелім қылып аламын. Ол қыздың жігіті қарсы болады, бірақ семізге похуй. Медбике жылап көмек сұрай бастайды, ал Зоро болса кездейсоқ сол маңайда серуендеп жүреді. NPC-лар Зороның Мугиваралық екендігін бірден таниды, ал Зоро алдында кім тұрғанын мүлдем түсінбейді. Тени рюбита вахуй көзімен Зороға қарап тұрғанда, жол көрсетейін бе? Чорт болса Зороны атып тастамақшы болады. Зоро оқтарды өткізіп жібереді. Соңғы сәтте Зороны біреу қағып алады. Ағатай, тени рюбитаны неге ашуландырасың, ағатай? Семіздің алдында типа Зоро өліп қалғандай кино көрсетеді. Бонни Зороға ұрсып, адмиралмен кездескісі келмейтінін айтады, ал Зоро дымда түсінбей отырады. Мен әрине мугиваралықтардың далбойыптар екендігін естіген пайди. 120 миллион тұратын бірінші көмекші осындай болса, капитандары қаншалықты мықты екені? Кемедегі Санжиға Чоппер қоңырау шалып, Кеймиді ұрлап кеткендігін жеткізеді. Санжи бірден көмекке летучий всадниктарды шақырады. Всадниктар келеді. Санжи жағдайды түсіндіріп береді. Всадник сәтсіз қыз сындырғанын айтып болған соң, адамдарын жан-жаққа жіберіп, барынша қысқа уақытта барынша көп ақпарат жинайтындығын түсіндіреді. Чоппер өзін қоярға жер таппай тұрғанда, Брук спокойно шай ішіп отырады. Басу Санжиды тосып отырмыз емес па? Уайымдама, бәрібір жағдай өзгермейді ғой. Одан да демалып күтпейміз ба? Яхохо. Усоп шатын балықпен паркқа жетіп, Чопперларды уайымдап жатқан шығар деп ойлайды. Ал олар спокойно демалып Санжиды тосып отыр екен. Зоро жаралыны ауруханаға апаруды шешеді де дәрігердің бірінші мойнындағы кісенді тексергеніне таң қалып қалады. Сөйтсек, кісен болатын болса, емдеу 5 есе қымбат болады екен. Луфи Хачимен бірге құл сататын дүкенге келеді де, ол жерден Кеймиді таппай іздеулерін жалғастырады. Кенеттен Робин оқиға айтып береді. В общем, 200 жыл бұрын балық адамдар ахуевать еткендіктен, осы жердің тұрғындары балық адамдар мен русалкаларды жек көріп, оларды құл ретінде пайдаланады екен. Сол себепті Хачи мен Кеймилар адам болып киініп алған екен. Намиларды алып кетуге Фрэнки келеді. Луфиларды да стадниктар ала кетеді. Архипелаг Саубоди, қол сататын аукцион. Аралшықтың бүкіл байлары қатысуға келеді. Бағанағы чорт русалканы алып келеді. Бұған дейін аукциондағы басты товар гигант болған. Ал русалка болса мега джекпот. Оған қоса жап-жас еще қыз. Толстячок кешігіп жатыр ғой чота. Өйткені ол талбан адамға мініп алған. Мінсең балық адамға міну керек. Олар адамнан қарағанда әлде қайда мықтырақ. Новичок пираттар да аукционды тамашалауға келеді. Аукционды басқарушы қарсылық көрсетіп жатқан русалкамен сөйлесуге келеді де, басында товарны витті құртпай русалкаға тиіспеуді бұйырады. Бірақ сосын русалка
русалкадан балағат сөз естіген соң өзі чапалақпен маңқ еткізеді, тіпті ажыратуға тура келеді. Сосын уже кісен тағып жатқан уақытта кенеттен талып қалады. Ақсақал, воляны қолданған сенсің ғой, Синверс Рейли, пираттар патшасы Роджердің оң қолы. Сүйкімді қыздардың ренжігенін жақтыртпаймын. Гард мырза, ана далбандар бар ғой, түнек патшасы Рейлиді сатып жібермекші. Негізі олар оның шынымен де Рейлидің өзі екендігіне күмәндары болып тұрған. Алайда Гарп оның Рейли екендігіне сенімді. Оның ойынша Рейли картадан ақшасын ұтылып қалып, өз-өзін сатып отыр. Қалай болса да олар Рейлиға шабуыл жасайтын болса, тек әскерінің басым бөлігінен айырылып қалады. Или сен дозордың бірден екі легендаға қарсы тұрып көргенін қалайсың ба? Типа түнек патшасы Рейлидің күші Белауспен тең. Архипелаг Саубойдидің әйгілі құл сату аукционының жүргізушісі аукционды бастайды. Бірінші болып 23-ші нөмірдегі жігітті шығарады. Бастапқы бағасы 480 мың бейли. 520, 530, 600. Бірінші құл 600 мың бейлиға сатылып кетеді. Негізі бұл жүргізушінің жоспары, яғни ол бағаны көтеріп отыратын екі өз адамдарын отырғызып қойған. Соның арқасында ол құлдарды барынша қымбатқа сатып отырады. Осы уақытта Санджи адамдардың бағасы 500 мың екендігін, балық адамдар 10 миллион, русалкалар 70 миллион бейли екендігін біледі. Сол себепті барлығы русалка ұстағысы келеді. Дуаль русалканың өте қымбат сәндеткіш екендігін айтады. Яғни ол сатылып кететін болса, өмірінің соңына дейін аквариумда сәндеткіш болатындығын түсіндіреді. Бір NPC гигант әкеліп крутой болам ба деп ойлап ем, біреу русалка әкеп бәрін құртты деп мұңын айтып отырады. Усоп аукцион қайда екендігін анықтап, барлық мугиваралықтар бірінші рощаға тартылады. Зоро да қайтайын деп бірінші рощаны таппай жүргенде, бір NPC-лар оған шабуыл жасамақшы болады. Алайда оның ашулы көздерінен NPC-лар духтан тайып кетеді. 10 жігіттен тұратын жұмыс күші. Санджи баяу қозғалып келе жатқандарына наразы болғанда, Дуваль о баста бағытты өзгертпей, турасынан бірінші рощаға тартқанын түсіндіреді де, ол бос болғандықтан бірінші келетіндерін айтады. Бірақ соңғы сәтте екінші болып қалып, Санджидан ұрыс естіп қалады. Санджи күзетшіге қысым көрсете бастағанда, күзетші заява жазып жіберетінін айтып, Нами бірден задниді қосып жібереді. Фрэнки похуй деп ғимаратты жарып өтпекші болады, алайда Хачи іште Тени Рюбита бар деп бөгет болады. Біз оны тартып ала алмайтын болса, онда сатып аламыз. Нәтижесінде мугиваралықтар аукционға кіреді. Капитан Кит мугиваралықтарға қызығып, Луфидің қандай далбойып екенін өз көзімен көргісі келетінін айтады. Аукционда құлдар сатылып жатқаны мугиваралықтарға мүлдем ұнамайды. Сосын Нами кемеде 200 миллиондай белли бар екенін айтқанда, Хачилар алғыс айтып, бұндай ақшамен оп-оңай сатып алатындарын айтады. Кенеттен маңызды жаңалықтар таратылады. Мүмкін емес. Ебать, мен енді түсіндім. Бұл жер штабқа жақын болса да, сол себепті дозорнылар аз екен ғой. Белаустың командасындағы 2-ші дивизион командирі Огненный кулак Эйс халық алдында өлім жазасына кесіледі. Белаус бұны бұлай қалдырмайды. Соғыс болады. Аукцион жалғасып, тағы бірнеше құлдар сатылып кетеді. Луфи уже жақындап қалады. Келесі құлды сахнаға алып кетеді. Толстячок аукционға жетіп, аукционның тек негізгі бөлігіне ғана үлгергеніне ашуланады да, өзіне арнайы дайындалған орнына отырады. Сатылымда 17 миллионға бір пираттық команданың капитаны шыққанда, ол кенеттен құлап қалады. Санджи болса, ол құл болмау үшін тілін тістеп өлгенін түсіндіреді. Жүргізуші бірден сахнаны жабуды бұйырып, бұл ақауды ұмыттыру үшін русалканы дайындауға бұйрық береді. Зоро адасып жүріп, белгісіз себептермен 2-ші рощадан 13-ші рощаға өтіп кетеді. Кездескен NPC-лардан жол көрсетулерін сұрап тұрғанда, Луфи жанында ұшып бара жатып, Зороны ала кетеді. Аукционның негізгі бөлігі басталып, жүргізуші сахнаға русалканы алып шыққанда, қатысушылар дән риза болады. Жүргізуші енді бастапқы бағаны айтпақшы болып еді. 500 миллион! Опять тиын жұмсап жатсың ба? Сенде уже пиранияға толы аквариум бар емес па? Как раз русалканың жылдамдығын тексеріп көреміз. Хачи не істерін білмей тұрады. Кеймидің үміт оты өше бастайды. Сол сәтте чатқа бәріміз күткен Луфи келеді. Зоро дымда түсінбей қайда асығып жатқандарын сұрайды. Луфи Кеймиді байқап қалып, жылдамдатып құтқаруға асығады. Хачи Кейми кісенделген болғандықтан Луфиді тоқтатпақшы болады да, шамасы жетпегендіктен шупыльцаларын іске қосады. Бұны көрген халық бірден ашуланып, Хачиға жиіркенішпен қарай бастайды. Нами Робиннің сөздерін
қайталап, бұл аралшықта балық адамдарды жек көретіндерін түсіндіреді. Луфи похуй алға жүгіріп бара жатып, арт жақта тапаншаның дауысын естиді. Хачиға оқ тиеді. Бірдемені жұқтырмай тұрғанда атып тастағаны заебис болды ғой. Тигіздім. Луфи уже ашулана бастайды. Бірақ Хачи тіпті қазір терпила екендігін көрсетіп, не болса да Тени Рюбитаға тиісуге болмайтынын айтады да, өзінің капец пайдасы жоқ қоқыс екендігін қосады. Луфи болса похуй толстякқа жақындап, залдағылардың бәрі в ахуе. Себебі ешкім Тени Рюбитаға тиісіп, адмиралмен кездескісі келмейді. Луфи сияқты новичоктар да қызығушылықпен бақылап тұрады. Бля, достар, без обид, походу дозормен пытырласамыз газ. Негізі мен өзім уже манқ еткізейін деген пайди. Темный король Рейли мен Гигант залда бірдеме болып жатқанын түсінеді. Тени Рюбитаның біреуі күзетшісіне бәрін өлтіруге бұйырады. Дозорнылар аукционды қоршауға алады, ал Темный король Рейли қашып бара жатқан құл иелерінің біреуінің ақшасын ұрлап алады. Усопты аукционға дейін әкеп тастайды. Усоп болса не болып жатқанын көріп күте тұруды шешеді, бірақ оған төменге түсуге көмектесіп жібергенде, ол Тени Рюбитаның үстіне құлап талдырып тастайды. Трафальгар Ло дозорный штаб жақын жерде болғандықтан, дозорнылар жылдам келгендерін түсіндіреді. Дозорнылар аукционды қоршап алып, Тени Рюбиталарды шығарып алуды ойластыра бастайды. Әйел Тени Рюбита болса русалканы атып тастамақшы болады, алайда кенеттен талып қалады. Темный король Рейли мен Гигант чатқа кіреді. Көптен бері көрмеген Хачимен амандасады да, маңайына қарап не болып жатқанын түсінеді де, ашулы көзбен қарап барлық жауларды талдырып тастайды. Новичок пираттар Темный король Рейлиді бірден танып қояды. Луфи Тени Рюбитаны соқты деген жаңалық тез тарап кеткенде, кейбір капитандар жылдамдатып қашуды шешеді. Әулие жер Мэриджо. Қарғыс атқыр Мугивара заебалды шығарды ғой. Артында шай ішіп отырған адмирал Кизаро бәрін өзі тындыратындығын айтады да, кішкене көбірек уақыт керек екендігін қосады. Ведущий аукционның иесіне қоңырау шалғанда, кенеттен До Фламинго аукционды соған сыйлай салады да, алда маңызды жұмыс болғандықтан аукцион нәху не нужен екендігін айтады. Ол Белоуспен болатын соғысқа шақыртылған екен. Фрэнки Кемидің мойнындағы кісеннің кілтін іздеп жүрген уақытта кісенді Рейли шешіп береді. Фрэнки жарылыстың дауысын естіп жүгіріп келгенде, Кемидің мойнында кісен уже жоқ екенін көреді. Кемидің алғысы шексіз. Рейли болса Луфи жайлы уже естіген екен. Луфи сияқты новичок пираттар Рейлидің соққысына төтеп бере алды. Яғни олар да мықты деген сөз. Темный король Рейли өзін олай атамауын өтініп, бұл жерде кемеге покрытие жасайтын шебер екендігін айтады. Капитан Кит аукционды қоршап алған дозорныларды жалғыз өзі айырмақшы болады. Бірақ Трафальгар Ло мен Луфи бұндай тәкаппарлыққа жол бермейді. Дозорнылар шабуылға дайындалады. Гигант құлдықтан құтқарылған астындағы адамдарға көмектесетінін айтады да, болашақта кездесетін болса, міндетті түрде қарызын қайтаруға уәде береді. Трафальгар Ло алшақтан адамды өлтірмей денесін бөлшектей алады екен. Резеңкелі Луфимен бәрі түсінікті, ал Кит болса Магнито сияқты қару-жарақты өзіне тартып, қайтадан қайтара алады екен. Дозорный командир уайымдай бастағанда, адмирал Кизароның жақындап қалғанын естиді. Гранд Лайнның бірінші бөлігіндегі ең мықты командалардың капитандары көп қиналмай дозорнылардың бәрін шашып тастайды. Юстас Кит қабілетін қалай қолдана алатындығын көрсетеді. Накамалар у-шуды естіп сыртқа шығады да, капитандардың шаруаны уже аяқтап тастағандарына таң қалып қалады. Кенеттен Луфи One Piece'ті өзі табатындығын айтып қалғаны Кит пен Лоға ұнамай қалады. Кит келесі кездескенде жау болатындарын айтып, Новый мирда кездессек шайқасатындарын қосады. Трафальгар Лоның кунг-фу пандасы бірнеше дозорныларды мамалатады. Летучий всадниктар Луфиларды шақырады. Брук бірнеше дозорныларды ұйықтатып тастайды да қашуды жалғастырады. Трафальгар Ло бір қолдан кісенді шешіп бергенде, ол өзінің не істей алатындығын көрсетеді. Чотам, бізбен жүзгін келмей ме, капитан Джамбат? Бұлай мені атамағалы қай заман? Тени Рюбитадан құтқарғаның үшін
үшін қуана саған бағынамын. Фрэнки мен мугиваралықтардың жартысы бұқамен жүзіп бара жатып, Фрэнки бұқаның жылдамдығын сынға ала бастайды. Ал Юскас Киттің командасына көтпеген жерден Шичибукай, яғни Бартоломеу Кума шабуыл жасайды. Джанба дозорныйлардан құтылу үшін көпірді сындырып тастайды. Осы уақытта Фрэнки бірнеше секундтың ішінде бұқаға мотоцикл жалғап береді. Рейлиға Фрэнкидің таланты ұнап қалады. Шичибукайға қарсы Трафальгарло мен Кит бірігеді. Мугиваралықтар дозорныйлардан қашып құтылады да Шакидің кафешкасына жиналады. Луфи Рейлидің пираттар патшасы Роджердің оң қолы болғанын естиді. 20 жыл бұрын Рейлидің кемесі қираған уақытта оны Хачи құтқарып қалған екен. Мугиваралықтар Роджерді кім ұстағаны және оның командасы қазір қай жақта екендігін сұрайды. Кенеттен Рейли Роджердің өзі беріле салғанын айтады. Барлығы в ахуе. Ал Рейли Роджердің о баста қатты ауырғанын айтады. Лабунға бас көз болып жүрген дәрігердің көмегімен өмірін 3 жылға созып, Гранд Лайнды бағындырған. Бірақ бір сәтте саяхат соңына жетіп, соның бұйрығымен оның командасы тарап кеткен. Өмірін бәске тігуге дайын накамалары қазір қай жерде не істеп жүргендерін Рейли білмейді. Роджер берілген соң оны туған жері Вестблюдағы Локтаунға алып келеді. Оның өлімін қазіргі таңда әйгілі болып жүрген пираттар бақылап тұрған. Алайда Рейли Кайзен болатын жерге бармапты. Негізі өлетін адам оны кім қалай атаса да бәрібір. Бірақ Роджер оны бәрі пираттар патшасы деп атағанына риза болыпты. Ал дозорныйлар бәрінің көзінше Роджерді өлтіріп, пираттардың санын азайтпақшы болған. Алайда Роджердің «байлығымды кім табат, байлығым соныкі» деген сөздерінің кесірінен пираттар дәуірі басталып кеткен. Кенеттен Рейли, Баги мен Шанкс Роджердің кемесінде қатардағы пират болғанын айтады. Луфи бұл жайлы білмеген болатын. Ал Рейли жалғастырып, 10 жыл бұрын Истблюда мен тура біздің капитанның айтқан сөздерін қайталаған бір щеголды көрдім, прикинь. Луфиға бұның бәрі ұнайды. Әрі мен Рейли кемені покрывать ететін уақыт келгенін айтады. Кемені арнайы сұйықтықпен покрывать ету негізі қымбат тұрады. Бірақ Рейли достарынан ақша алмайды. Робин Рейлидан 900 жыл бұрынғы белгісіз ғасыр туралы анықтадыңдар ма деп сұрағанда, біз бәріміз бұл әлемнің тарихын білдік. Бірақ саған өз жолыңмен өз пікіріңді тапқаның абзал. Алайда қатты білгің келсе, айтып беруге дайын екендігін түсіндіреді. Робин ойланып тұрып, бұлай қызықсыз болатынын түсінеді де бас тартады. Усоп One Piece жайлы біліп алмақшы болғанда, оған Луфи айқайлап тастап, One Piece'тің бар жоғын білгісі келмейтінін айтып, тек еркін пираттар патшасы болғысы келетінін айтады. Кизару жақын уақытта аралшыққа келетін болғандықтан, оларға бір жерде тығыла тұру керек. Нәтижесінде барлығы бөлініп, табу қиын болу үшін қалаға кетуді шешеді. Рейли кемені қай жерде аяқтайтынын білмегендіктен барлығына библикарта таратып береді де, сапалы покрытие 3 күн уақыт алатын болғандықтан оларға 3 күн бойы ұсталмау керек. Сол сәтте архипелаг Саободиға адмирал Кизару келеді. Прием, мен жеттім. Адмирал Кизару, нағыз есімі Барсалина. Ол біреумен байланысқа шыға алмай тұрған уақытта бір NPC әйгілі болуға мүмкіндік көреді. Алайда оқтар Кизарудан өтіп кеткендіктен, олар жай қару Кизаруға жарақат бермейтінін түсініп қаша жөнеледі. Кизару олардың алдынан шығып, Сентомару деген адамды көрдіңдер ме деп сұрайды. Сентомару деген оған кімді ұстау керектігін айтатын қол астындағы адам екен. NPC-лар игнор ұстап қаша жөнелгенде, Кизару өзін игнорить етуге болмайтынын түсіндіріп, абайсызда нөмірленген ағашты сындырып тастайды. Ой, походу артық кетіп қалдым ғой деймін. Дозорнылардың бір взводы қарттар мен сәбилерге айналып кетеді. Оларды айналдырған 149 миллион тұратын Джефферли Бонни екен. Кизару фокусникті кездестіріп, одан Сентомаруды көрдің ба деп сұрайды. Трафальгарло комнатасының көмегімен ауысуды қолданады да, Куманың назарын аудара тұрып, Кит соққысын жібереді. 138 миллион тұратын тағы бір новичок бір түрлі қабілетімен ішіндегі командасын қолданады да, бірнеше дозорныларды чаттан шығарып жібереді. Кизару фокусникқа фокус көрсетіп, сәулесімен бір тебеді. Сосын саусағындағы сәулемен соққы жібергенде, фокусник алған жарақаттарды накамасына жібере алатындығы белгілі болады. Сол сәтте жоғарыдан қанаты бар новичок пират құлап түседі. Бартоломеу Кума оны өлтірмекші болған соңғы сәтте, оны тағы бір новичок капитан, бұрынғы контр-адмирал құтқарып қалады. Қанатты мужик үлкейіп кетеді де, Куманың Кумасын шығармақшы болады. Осы уақытта мугиваралықтар да Бартоломеу Куманы кездестіріп қалады. Намилар Луфиға Куманың ауыр
ауалы соққысы жайлы ескертіп жатқанда, Кума кенеттен сәулемен соққы жібереді, ал Луфи мен Чопперге лазер қатты ұнап қалады. Мугиваралықтар Разен Сюрикен жайлы естеріне түсіреді де Фрэнки Куманы желді соққысымен шегіндіріп жібереді. Луфи болса Шичибукайға қарсы шайқасатын болсам, кем дегенде бірден екінші гирді қосам деген шешім қабылдайды. Зоро Куманың өз-өзіне ұқсамай тұрғанын байқайды. Сентомару болса ағасы Кизарудың звондағанын тосып, оған кімді ұстау керектігін айтпайтын болсам, ол аралшықтағының бәрін қырып тастайды деп уайымдай бастайды. Мугиваралықтар Бартоломеу Кумаға қарсы шайқаса бастайды. Қанатты мужик үлкейіп алса да таяқ жеуін жалғастырады. Бұрынғы контр-адмирал Дрейк доктор Вегапанктың Бартоломеу Куманың денесін ғана емес, еще адмирал Кизарудың лазерін көшіріп алғанына в ахуе болады да, жыртқыш динозаврға айналып кетіп шабуыл жасайды. Алайда ойынан түк шықпай қайтадан адам кейпіне айналады. Кизару фокусникқа тағы бірнеше фокус көрсетеді де, оның қандай күшті еленетінін ұқпай, соққылардың тиюіне қарап, точно логия емес екендігін түсінеді. Кенеттен бір түрлі пират қолын аспап ретінде пайдаланып музыка ойнағанда Кизару жарылып кетеді. Ой бәле, мынандай әлсіз бола тұра қалай адмирал болып жүрсің? Қой, мен кеттім, давайте. Кизару кішкене жатады да асықпай денесін қалпына келтіріп, Восьмигранное зеркало. Ойбай шеш. бір секундта Дрейкке де сосын фокусникті айырып, оны өлтірейін деген соңғы сәтте улиткафоны звондап қалады. Кизару қалтасынан улиткафонын алғанда, Сентомару оған қолындағы кішкентай улиткафон звондау үшін емес, біреулердің звоноктарын тыңдау үшін екендігін түсіндіреді де, керекті қылмыскерлер Мугивара Луфи, Юстас Кид және Трафальгар Ло екендігін жеткізеді. Мугиваралықтар барлық соққыларын жұмсайды. Зоро алдындағы видеодағы жарақаттарынан әлсіреп жатады. Брук жоғарыдан соққы жіберіп, қысылып қалады да, оны соңғы сәтте Усоп құтқарып қалады. Кума құлағанда Фрэнки инженер ретінде Усоптың оғының біреуі Куманың аузына тигендіктен, ол уақытша құлап қалғанын түсіндіреді. Кума нысанаға Намиді алған уақытта Робин оның аузын жауып үлгереді. Нами соққысын жібереді. Санджи отты тебісімен оны Зороға қарай ұшырып жібергенде, дахуя семсерлі соққы. Зоро соққы жібереді. Ал Луфи үшінші гирін қолданып, балдай қолымен Куманы чаттан шығарып жібереді. Мугиваралықтар күштерін толығымен қолданып, әрең дегенде Бартоломеу Куманы жеңгенде, Санджи жақындап, оның денесіндегі PX4 деген жазуды көреді. Бұл дегенің кем дегенде әлі 3 Кума бар деген сөз. Сол себепті оларға бұл жерден жылдамдатып кету керек. Кенеттен тағы қарсыластар пайда болып, бұл роботтың құны үлкен кемеге тең болғандықтан PX4-тің сынып қалғаны Сентомаруға ұнамай тұрады. Мугиваралықтар тағы бір Бартоломеу Куманың пайда болғанына в ахуе. Вегапанктың жеке оққа қара және дозордың ғылыми отрядының капитаны Сентомару. Луфи қашу керек деген шешім қабылдайды. Кума Намиді нысанаға алады. Луфи болса осы уақытта Сентомарумен шайқаса бастайды. Сенің соққыларың мықты, бірақ менің қорғанысым әлемдегі ең мықты қорғаныс. Мәшішкәң тісіге. Сентомару дьявольский фруктының қабілетін қолданбай-ақ Луфидің көтенін айырып тастайды. Сол сәтте шайқасқа Кизару кеп қосылады да бір соққымен Зороны талдырып тастайды. Ол Зороның өте мықты қылышкер екендігін естіген болатын. Бірақ бір соққыдан талып қалғанына қарап, шамасы таусылып тұрғанын түсінеді де өлтіріп тастауды шешкенде, Луфи уайымдай бастайды. Усоп пен Брук бүкіл күштерімен Кизаруға сәтсіз соққыларын жаудырады. Робин Зороны алып кетпекші болады, алайда Кизару жылдамырақ болып шығады да ісін жалғастырады. Сендер бұның бәрінен пайда жоқ екенін түсінетін шығарсыңдар, я? Өлетін уақыт келді. Темный король Рейли іске қосылады да, бұл шиголдар жолдарын енді бастап атқандықтан оларға тиіспеуін өтінеді. Сосын Мугиваралықтарға қашуды бұйырады. Ал Кизарудың настроениясы түсіп кетеді. Себебі ол бұл іс сапарда лафа ұстамақшы болған екен.
Темный король Рейли Кизаруды өз мойнына алады. Бартоломеу Куманың клоны болса шабуылын жалғастырады. Санжи Куманың әлсіреп қалған Зороны қуып бара жатқанын көріп, кенеттен Зороға көмектесу үшін Намиді Фрэнкиға тастап кетеді. Прикинь. Брук соққы жеп қалады, ал Санжи соққы жібереді. Бірақ клонның денесі нағыз Бартоломеу Куманыкі сияқты мықты екен. Луфи Сентомарудан таяқ жеуін жалғастырады. Чоппер накамаларының таяқ жеп жатқанын көреді де, Луфидің көмекке келе алмайтынын түсініп, көмекке өзі жүгіреді де, рамбылдарын жеп алып, үлкен құбыжық бұғыға айналып кетеді. Сентомару оның үлкендігіне тамсанып тұрып, Чоппер бұл құбыжықты контролировать ете алмайтынын бірден түсінеді. Усоп накамаларын оята алмай жатқан уақытта клон соққы жібермекші болады. Алайда арт жақта нағыз Бартоломеу Кума пайда болады. Зоро соңғы күшімен аяғына тұрады да шайқасқа дайындалады. Бартоломеу Кума сол сәтте оны жоқ қылып жібереді. Бартоломеу Кума бөгет болмау үшін өзінің клонын да жоқ қылып жібереді. Луфи не істейтіндерін сосын шешеміз деп барлығына қашуды бұйырады. Бартоломеу Кума Брукты жоқ қылады. Усоп бүкіл соққыларымен Кумаға соққыларын жаудырады, бірақ Куманың қорғанысы өте мықты. Луфи Усопқа қаш деп өтініп тұрғанда Усоп чаттан шығып кетеді. Санжи кек алмақшы болады, бірақ ол да жоқ болып кетеді. Луфи пиздес не істерін білмей қалады. Рейли қалай көмектессем болады деп тұрғанда, кенеттен алдында Бартоломеу Кума пайда болады да, белгісіз бірдемелерді сыбырлап айтады. Луфи екінші гирді қолданғанда Робин оны тоқтатпақшы болады, бірақ соққысы оп-оңай тоқтатылады. Келесі болып Фрэнки кетеді, ал сосын Нами. Үлкен құбыжық бұғы соққы жібереді, бірақ ол да жоқ болып кетеді. Луфи соңғы күшімен хотя бы Робинді құтқармақшы болады, бірақ үлгермей қалады. Луфи бірде-бір накамасын құтқара алмай қалғанына қынжылып отырып, әр қайсысын командаға алған кезін есіне түсіре бастайды. Зоро, Усоп, Санжи, Нами, Чоппер, Робин, Фрэнки, Брук. Еш қайсысы қалған жоқ. Кизару Бартоломеу Куманың ісінде себеп болмаса, үлкен мәселеге айналатындығын айтады. Бартоломеу Кума Луфиға енді кездеспейтіндерін айтады да, Луфиді да жоқ қылып жібереді. Мугиваралар командасы толығымен қиратылды. Сөйтсек, Луфи және оның бүкіл командасы жан-жаққа шашырап кеткендігі белгілі болып, 407-ші серия, яғни Архипелаг Саободи аркасы аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. Ал видео жылдамырақ шыққанын қаласаң, міндетті түрде лайк. Әрі мен әдеттегідей келесі видеода кездескенше күн жақсы.